Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауаттар мен сәлемдер болсын. Досым, әссәләму алейкум, қалың қалай? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның мейірімі туралы. Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, әлемдерге рахым етіп жіберілген пайғамбар. Ол барлық адамдарға, балаларға, қарттарға, тіпті жануарларға да мейірімді болған. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам балаларды өте қатты жақсы көрді. Балаларды көргенде оларға бірінші болып сәлем беретін, бастарынан сипап, күлімдеп қарайтын. Бір күні Алланың елшісі оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, немерелері Хасан мен Хусейн келген уақытта оларды құшақтап, сүйіп отырғанын көрген бір кісі: менің 10 балам бар, мен бірақ олардың ешқайсысын сүйген емеспін дейді. Сонда Алланың елшісі оған: мейірім етпегенге мейірім етілмейді деген. Бұл бізге кішілерге мейірімді болуды үйретеді. Алла елшісінің оған Алланың игілігі мен сәлем болсын қызметшісіне деген мейірімі. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға 10 жыл қызмет еткен сахаба Аннас ибн Малик былай дейді: пайғамбар маған бірде-бір рет неге бұлай жасадың, неге бұлай істедің деп ұрыспады. Бұл пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның қандай жұмсақ мінезді болғанын көрсетеді. Оның жануарларға деген мейірімі, махаббаты. Бір күні Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлем болсын түйенің қатты аш екенін байқайды. Түйе пайғамбарымызды көрген уақытта көзіне жас алады. Сонда пайғамбар: бұл жануарға жақсы қараңдар, оны аш қалдырмаңдар дейді. Ол жануарларға деген зиян келтіруге болмайтындығына, тыйым салынғандығына келетін үлгі. Өзін ренжіткен адамдарға да өте мейірімді болған. Бір әйел күнде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жүрген жерге қоқыс тастайтын. Бір күні әлгі әйел қоқыс тастамады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, ол ауырып қалғанын естіп, біліп, хәлін сұрап үйіне барды. Әйел пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлем болсын, оның мейіріміне таң қалып, оның жақсы адам екенін түсінді. Бір күні Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлем болсын Таиф қаласына, ол елді исламға шақыру мақсатында барды. Бірақ бірде-бір адам оны тыңдамай, балаларға дейін тас лақтырып, оны ренжітті. Сонда үлкен-үлкен 2 періште келіп: қаласаң бұл қаланы біз жойып жібереміз дегенде, Алла елшісі: жоқ, мүмкін олардың ұрпақтарынан Аллаға құлшылық ететін, Алланы зікір ететін адамдар шығар деп дұға етті. Бұл оның ерекше мейірімділігінің белгісі. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламнан кішілерге қамқор болуды, үлкендерді құрметтеуді, жануарларға мейірімді болуды, кешірімді болуды, адамдарға жұмсақ сөйлеуді, жақсылық жасауды үйренеміз. Досым, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам балаларға қалай қарады? Ол жануарларға қалай мәміле жасады? Өзін ренжіткен адамдарға қандай іс жасады? Таиф қаласында не болды? Досым, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мейірімділіктің ең көркем үлгісі. Ол адамдарға ғана емес, бүткіл жаратылысқа мейіріммен қараған. Біз де Алла елшісі сияқты оған Алланың игілігі мен сәлем болсын мейірімді, кешірімді, қамқор болайық. Досым, пайдалы білім болсын. Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.